Азамат, гримдағы қыз кім? Гримде отырған қыз кім? Актриса қыз. Не істеп отырған? Ғайыздың әйелі болып ойнайды. Сенің орнына. Айтшы? Осы ма парик орамал бәрін дайындап қойдың? Алдын айтқан жоқсың ойнамаймын деп. Далаға кетпесін де тегін берші. Не беремін өзің? Айтпесін. Шақырарды айтпесін, ақылдаспесін қыз. Мә? Все хорошо. Арман? Келе қойшы. Касса алып қойып айта салшы. Актриса сатып береді. Ақпат өзі ойнай береді. Неге? Түсінбейсің. Оның ойнаған вообще күшті неге. Қалайсың, Ботам? Жақсы. Саған келіп тұрмын, шық. Жай ма? Нормально бәрі ойында ма? Жұмыста отырмын. Енді 5 минуттай жұмысың бітпей ма? Жай ма? Аманшылық па өзі? Иә, келіп тұрмын, короче, давайшы. Братан, 5000 теңге бар ма? Ауылға жете алмай тұрмын. Бауыр, наличка болмай тұр, так смело ғой, білесің ғой. Бар ғой, братан. Базар жоқ. Қаттанып кетсің ғой. И паш болғансың ба не? Налог қой, братан, жестко қысып отыр. Рахмет. Ботам, артты қарап жүрші, мен шығып алайын. Мынау маған ба? Жоқ, любовницам алғам ғой. Ұнай ма айтшы? Бүгін қай күн екен білесің ба? Среда? Бүгін екеуміздің отауласқанымызға 1 жыл. Годовщина еді ғой. Соны үйге барып жақсылап тұрып тойлаймыз. Да? Давай. Үйге барамыз, тағы не дайындап тұрғандарды көресің. Айтпақшы, үйде анау Азамат пен Мәди бар ғой. Ол екеуін ауылға отправить етіп жүресің. Да? Бүгін ешкім кедергі келтіре алмайды бізге. Кеттік. Такси келетін болды ма, келмейтін болды ма, не болды вообще? Такси ғой, Мәди. Короче, Самат братан мен жеңгеміздің үйінде тұрып отырып қой. Тегін тамағын жеп отырық. И? Бізді асырап отыр балалар құсап. Бүгін годовщиналары. Ага. Біз не осы просто ауылға кете саламыз ба не? Так. Сюрприз жасау дейтін ойда жоқ па? Так, енді не айтқың келіп тұр сен? Олар бар ғой. Жұмыстан шаршап келеді де үйге келгенде. Аха. Дастархан жайнап тұрса, музыка ойнап тұрса, шайнек қайнап тұрса. Торт-порторын дайындап, өзіміз чуть-чуть уайымдап дейсің ғой. Міне, осылай. Осыны айтқым келді осы саған. Да? Короче, бар ғой, ойлаш, екеуі отырады ғой. Аха. Нежданка екеуміз ат шықса конфетти, гүлмен. Сюрприз! Мықты. Болды ғой осы ғой? Болды, таксиге атпен берейік онда. Уже беріп сағансың ғой. Братан, сен мозғысың ғой, йо. Так, онда әке шешеміз шақыр қойық ауылдан. Бірге праздник конфетти. Уже тарттырып алғансың ғой. Таксида ғой олар уже. Братан, Давай. сен миым бол. Саған бол, шетелге жүр бұдан, шетелге. Так, бізге не қалды? Үй жинай қайта ба? Уже жинап тұрсың ғой сен. Мен ба? Жоқ, братан, нечесің ол? Три женеза. Бірге жинаймыз дейді, ничего не жинаймыз. Машинасың фарш түріп берсем бола ма? Давай. Қандай машина? Hyundai пешком. Аға, прикол ұстамасаңшы. Әке антилякпені мұрын істейін сенің. Давай. Шико. Жүр. Жан, бүгін кинодағыдай жасамады ма? Нені? Баланы? Қойшы, бар ойлағаның сол ма? Басқа идеяң жоқ па? Например? Білмеймін енді бір қыдырып, бір жаққа барып деген сияқты. Бәрін ойластырып қойдың ғой, бірінші үйге, потом ресторанға. Әлді? Онда болады. Бүгін үйге барғасын мен ұры болам, сен полиция бол, ұстап алшы мені, қимашы мені. Полиция? Оның киімін қайдан алайын деп жатыр? Оның арнайы өзінің дүкендері бар, көресің ғой қазір. Енді біз сол жаққа бара жатырмыз, а? Қойшы, ұялам мен. Ұялма? Бұл жерде вообще қазақтар болмайды ғой. Сонда да ұят қой. Ұят жоқ. Ұятсыз киімдері бар. Нормально? Бармаймыз. Артыс! Так. Барлығы дайын сияқты, Азеке. Тек аға мен жеңгем жетіспей тұр. Мен ашайын. Опа.
Ассалаумағалейкум әке. Сәлем бердік мам, кіріңіздер. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Ит жоқ па? Қайдағы ит қуасың ба? Қайда білейін, қаладалар итпен тұрады дейді оны. Ассалаумағалейкум. Общий салам. Қалайсыздар? Сәлем бердім, қалайсыздар? Общий салам не, амандаспайсың ба дұрыстап? Уағалейкум ассалам деп. Общий деген тағы да енді үйде домовой, помовой бірдеңелер бар шығар, соларға амандасып жатыр. Қалада домовой жоқ. Қаладан жатты дейді ғой негізі сондайлар. Клубтан шығып ауылға барады дейді ғой. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Қалай келдіңіздер? Жайлап, жақсы, шүкір жайлап. Аман есен жетіп алды ғой. Пакет болып. Ой, ауылдан келатыр. Әкелерің ауыл партиясына өтіп, жақында съезд болады, соған костюм алу керек деп қалаға келіп жатыр. Күшті, мықты. Айтпасаң, шаш костюм киіп көрсетейін балдарға. Жет оқисың ба, киіп көрсетіп қоя қойшы осы. Әкелерің партияға өтті. Ертең ана марапаттайды ғой, сол кезде киемін ғой. Киіп алып, құрметті Хабибұлы Кенжеұлы, сізді ауыл партиясына қабылдауыңыздан шын жүректен құттықтаймын дейді ғой. Күшті. Сол кезде шықпаймын дейді, жарқырап. Жоқты ғой, Жоқ, әке сізді негізі Азамат па қалаға шақырған? Не алып шақырды? Азамат. Ниетім шақыру болды ғой қалады. Ниетім шақыру, енді бана тема біле ме? Айтамыз ғой, әке. Не айтасыңдар? Жоқ, әке, мама негізі сіздерге қарсы тығылу керек негізінде. Уақыт жоқ тығылған не, сезім дұрыс па? Таксимен әрең келіп өтірік жаңа. Папа ол бұлай ғой. Үлкен балдарыңыз бен келіндеріңіздің үйленгендеріне 1 жыл годовщина. Енді годовщина жыл сайын тығыламыз ба? Енді сюрприз ғой енді сондай. Енді бәріміз тығылып қаламыз. Шай ішкен кезде төртеуміз атып шығамыз. Сюрприз деп праздник қой. Оның не сюрприз? Қазір мен өзім түсіндірейін, бұл түсінбейді ғой, қараңғы, мен түсіндірмесем. В общем, келін бала, сосын біздің бала, екеуінің 1 жыл болып жатыр ғой енді үйленгендеріне. Бұлар сюрприз жасағысы келіп өтірік ауылға кетіп қалдық деп бәріміз шақырып алып міне. Аналар үйде ешкім жоқ деп кіріп келген кезде алдынан тортпен сюрприз деп атып шығу керек болып тұр ғой, қуантып. Сол сюрприз деген. Біз сол үшін сол жайып қойдық. Мұнан келіп олар шай ішеді. Еще кешке ресторанға барып шай ішеді. Романтика. Сонда аннан бір шай ішкен, мындан бір шай ішкен романтика ма? Нағыз романтика біздің ауылда екен ғой онда. Алтынбектің үйінен бір шай, Нұрайбектің үйінен бір шай, Арманның үйінен бір шай. Қараңғы ғой, қараңғы, кино көрмеген. Романтиканы білмейді бұл. Білемей. Не ал? Романтика деген қара магнитофон. Пожалуйста, қырылмаңдаршы. Бізде уақыт жоқ. Тығылу керек бізге. Еще өздеріне жай келдіңдер. Соны айтамын. Келді. Тығылыңдар бұл. Қумаши. Келсене олар звонок баса ма, ойлашыш. Көрші біреу шығар. Айтпақшы, аталарың күтіп алыңдар. Иә. Ата? Ол неғып жүр? Біз дейтін қалаға кетіп баратырмыз. Атаға білдіртпей келіп, доғдыра кетіп баратырмыз. Укол салдырып келеміз деген біліп қойды да бақырып жылады ғой, мен де барамын деп. Алып шықты сосын, бар күтіп алшы. Жоқ, онда неге бөлек-бөлек кіріп жатсыңдар, түсінбедім. Жаңа подъездің алдында кетқанда бір 2 орыс кемпір отыр еді, соларды көрді де ауышып қалды ғой. Я чуть задержусь деп орысша сөйлеп кетті ғой. Ну деп отыр енді қастарында. Жұмысқа керек дегеніңіз сен қуасың ба? Сасып қалдым ғой енді мен. Енді біледі олар прекрасно не үшін екенін. Қайдан білейін? Бірінші рет барып тұрмын ондай жерге. Шыдасын сен. Сен бар ғой, неғып смело жүрсің, постоянно келген сияқты. Енді ол жерде қазақтар жоқ, смело. Тоқта. Ал 20% скидка не үшін бер? Енді бүгін годовщина емес па, енді оларда сондай жеңілдіктер болады. Аны полицияның киімі жоқ дегенде сен де қоя салмайсың ғой. Бір вообще не в тему медсестраның киімін алып алдым. Енді ештеңе алмай шығып кетсе ұят емес па? Ұят дейсің ба? Иә. Енді бірдеңе алуға келдік, алдық, шықтық, дұрыс емес па? Ал наручник пен медсестраның екеуінің вообще қандай қатысы бар? Енді сен дәрігер боласың, мен науқас боламын, сен мені емдейсің. Мен бәрін түсініп тұрмын, бірақ при чем тут наручник? Енді мен уколдан қатты қорқамын, мен сондай опасный боламын сондай. Сосын нормально. Ең басты екеуміз бүгін бірге болсақ болды емес пе? Ана екі бауырыңды бөлек шығарсаң, күнде бірге болатын еді негізі. Шыда шешені кетеді ғой енді, бітсін олар. Оған әлі 3 жыл бар ғой. Негізі. Давай жаңа настроение құртпай. Бүгін годовщина емес па? Күшті настроение. Иә, жүр. Иә? Ассалаумағалейкум ата. Мәдижан, тез арада мына нөмірді Люба деп сақтап берші ме? Сіз деген жауап бермейді екенсіз да? Неғылды, сақталды ма? Қош келдіңіз. Енді WhatsApp-тағы фотосын қарсы шықтың ба?
Жақсы ба? Өзі күн, иә. Амандаспайсың ба? Ата, ассалаумағалейкум. Вот, міне болды. Мыйт тақтай қылмаңдар, ешкім ешқайда тығылмайды, бәріміз осы жерде отырамыз. Сонда не сюрприздің бәрі бітшіт болған ба не? Люба қоя. Ассалаумағалейкум ата. Мен сені көріп тұрған жоқ. Мағадан бері дайындап жатқан жоқсың, не айтып жатыр мынадан бері соны? Енді әкеңнің айтуы да дұрыс қой енді. Жақсы біз тығыла қойдық енді, атаңды жүзге келген қайта тығасың. Жоқ айтып. Мына немерелерің сюрприз жасап тығыламыз дейді, тығыласың ба? Немерелерің сюрприз жасаймыз дейді, тығыласың ба? Сюрприз болсан, немерелеріміз тығылам, что в этом такого? Арамызда ақыл айтып тоқтатама деп отырсақ сені. Сабағың қалай дейді, сабағың? Дәрімді іштім. Келді. Тығылыңдар. Қайда тығыламыз? Короче, екеуміз ванныйға тығыламыз. Кодовый сөз қауын. Мен қауын дегенде шығасыңдар. Папа, мама екеуің кроваттың астына тығыласыңдар. Так, мен ата шкафқа тығам. Иә, екеуміз ванныйға тығыламыз. Кеттік, бол. Құрметті достарым, сәл чуть-чуть комментарий жазып, колокольчик басып, подписаться қойсаңыз. Және 13 қарашадан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан біздің Алло дейтін фильм жүріп жатыр. Келсеңіздерші. Күтеміз. Бағана магазинде айтамын. Жаным, бүгінгі күн мәңгі есімізде қалатындай болсын. Жан, ты такой романтик. Я сам в шоке. Мына екі боқмұрын пайда қасқан. Қара қайынілерің не жазып кеткен. Аға, жеңге, годовщина құтты болсын. Это от нас. Мәди Азамат дейді. Но это потом. Кеттік. Келжан. Қара, бүгін сен дәрігерсің. Мен аурумын. Ауру. Аурама. Ауратын болып тұрмын да аурамын деп тұрмын. Жаным, сен мені байлап кет. Мен сені осы жерде күтем. Ал саған сюрприз керек болса. Мыналар бізге сюрприз не отыр? Тоқтатып тастайтын пульт деген жоқ та бұларды. Енді қайтеміз. Жатамыз енді. Аналарда бір қауын демеді ғой. Шыға берейін ба? Жоқ жаным, қауын дегенде шығасың. Бізде де қауын. Сәлем айтаным кәз қауын деген кезде. Шықтың ата шық қол, бачықта келін шық қол, үйге бір-бірін көріп тауып қоймас. Бұл науқасты байлап қоймаса, сіздің өміріңізге қауіп төнуі мүмкін. Аурама? Өз өзін байлағаныз. Нәпсісін байламаймын одан. Мен дайынмын. Қауын жаным. Қауын. Неге шықпай жатыр екен дәрігер? Қауын. Медиктердің кезек жүретін әдет қой келетін шығар қазір. Вау. Әдемі болып тұрсың жаным. Әттең жаныңа барар едім. Науқас байлаулы. Ойбай, қарабет. Енді не істейміз? Қалай тоқтатамыз да? Бір сен шығып тоқтатшы жолды. Қумаш. Ұят емес па балада? Сен бар шық. Осың ба келіне ұят емес пе? Кім жаным? Папасы. Алып берші. Бүгін бізге әкем де кедергі келтіре алмайды. Прям сондай ма? Неғып сұрандып жатсың? Қосымен мен емес сонда отқан. Енді кім әке деген? Білмеймін ғой, әке деп жазып қойғандар көп шығар. Біз бала действительно романтик екен ғой да. Қай ондайларды романтик демейді, ондайларды бабник дейді, түсіндің бе? Ондайда шыққан ба? Қыртылмыш. Сен шынымен де өзің звондаш. Қазір тағы бірдеңелер ашылып қалып жүрер көрсін. Кім тағы звондады? Әкем оқы емес звондады. Қазір. Алло, әке. Мен бастықтың алдында отырмын, жұмыстамын. Кейін хабарласам. Все. Жұмыстамын дейді. Көрдің ғой деп бастық екен. Ужас. Онда мен келінге звондайын. Кеш болып қалмайдырған. Сөйтші. Звондап жатыр. Алмай-ақ қой. Неге бірдеңе болып қалған шығар? Не олар дейсің? Кеше Мәди мен Азаматтың оқуының ақшасын төледі, ақша салып жүрген.
соны төледің ба деп сұрап жатқан шығар. Енді төледің ба? Жоға. Бүгінгі гадавшина, гүл, ресторан бәрі қай ақшаға деп ойлайсың? Қарау. Сен жынсың ба? Қамшы алмадым екен. Шығып барып тіліп жібергім келіп баратыр. Жаным, бұлай тұра бермей мүмкін науқас демдерсің. Ауруым асқынып бара жатыр, жаным. Чай не? Науқас ауырып жатқанда қайдағы чай? По привычке қоя сағам ғой, қазір өшірем, тез келем. Қайда чайник қайнақ болды. Соны айтам. Қайда чайниктің понятиясы бар екен әйтеуір. Көршісіне сен есікті кілтемей қойдың ба не? Сөйткен сияқтымын. Ё-май, мынаумен ыңғайсыз болады, көршілен тығыл енді бар. Қайда тығылам? Білмеймін, енді кроваттың астына бір жерге тығылсайшы енді. Сәлеметсің бе? Давлениеңді өлшеп жүре қойсыз ба? Сәлемет ана шкаф кіріп кетті. Шкафтың ішінде шал отыр. Қазір ана шал талып қалмасын, әппақ болып киіп келген кезде ажалым келіп қалған екен. Көрші. Көрші қалай жағдай? Мынау не жатсыз? Есігі ашық тұр. Сыртта болса дейтін көшеде ұрылар толып жүр. Көрші. Түсіндің көрші мен сен. Түсіндің ғой көрші. Мен саған қазір көмектесем көрші. Көмектесем не сен көрші? Көрші сен қалай түсініп жатсың көрші? Көрші уайымдама. Осындайда мен көмектеспегенде кім көмектеседі саған? Көрші? Не болып жатыр мына жерде? Кино болып жатыр, кино. Ата? Ай, далаға байла. Бұлға көршісіз ба? Түсінбетсіз көрші. Жұмысым жасап жатырмын ата. Көрші. Жұмысым жасап жатырмын ата, қарсыласпаңыз. Иә. Сәлеметсің бе? Бірге жетеді өздер алып кетші. Алло? Сабырсың ба сен? Мен де сабырмын ғой. Болашақтан звондап тұрмын, брат. Любой затты ал да қазір. Любой жерге тықта маған айтшы. Да, мына жақта болған нәрселер ар жақта орындалып тұр ғой. Мен саған қазір счеттарды айтып отырамын, сен сол командаға ставка тегесің. Че там? Қалайсыңдар, бәрі нормально ма? Бәрі жетіп жатыр ма? Бірақ нәрседен ғана жолым болды ғой. Әйел бала шағада. Ләззатқа үйлендің ба? Қайдағы ләззат? Енді кімге үйлендің сонда? Жаным ау сен, өзіңнің кім екенін білсең, қазіргі жол менен жүрсең, мені мүлдем сен сүймесең. Өткеніңді күтпе! Соңына дейін бірге көреміз. Біткеннен кейін өзім апарып тастайын. Енді ұят болды. Қырсын ұят болды, қырсын. Енді ренжімеңіздер, сіздерден ыңғайсыз болып қалды. Келіндеріңіз вообще ыңғайсызданып отыр. Оның кінәсі жоқ, мен ғой бәрін болып тұрып жүрген. Қой жоқ бағам, бәріміз де жас болдық түсінеміз ғой енді. Біз де кішкене ойланбай қалыппыз мына бала, екі балаға. Бөлек шығарайық енді, әпнанбай балдар енді. Ұят болар, жастарды да түсінейік. Жоқ, мама, бізбен бірге тұра берсін. Ағаларымыз енді келесі жыл гадавшиналарыңа алдын ала 3 күн бұрын алып кетеміз ауылға. Білмеймін, әйтеуір сондай бірдеңе жасайық құрсын, ұят болмасын. Аға апа, сіздерден кешірім сұрайын. Көршімнің есігі ашық тұрғасын, уайымдап іште қазір білесіздер, қазіргі заманда ұрылар көп. Неше түрлі ұрылар бар. Соны тексерейін ішке қарата кіріп жатқанмын, сіздермен енді маған непонятно болып қалды просто. Кешіреміз ғой, бірақ қолың қарулы екен. Мына қолым әлі ауырып отыр. Тартып қалғанда кілдете қалды ғой жаңа. Келінге укол алдырғысы шімейді емес пе? Енді мына сендерге бірдеңе айтайын. Бірақ ана TikTok бірдеңе шығып кетіп жүрмесін сен. Әңгіме тарап кетпесін ауылдай. Не ол? Мына жаңағыда мен торттың үстіне не үшін бір тұрған нені түсініп отырмын ғой. Мен бағана бері ойлап отырмын, бір торт деген шығар деп. Сөйтсем гадавшина деген екен ғой бұл. Не ал дедің?